Осанку ровно, тухту жіберіп болмаңыз хорошо. Пускай знает, куда мы шли. Ақырын аша беріңіздер. Келін деген сөз қарлығашта тел. Кейін ел деген сөзден шыққан. Құдай қаласа сізбен әдемі бір сырласатындай өзіңіздің құрбыңыздай болады. Сіз сияқты елге сыйлы. Мысалы, әдеміздің өткенде қаншама жылдар өтсе де, ағайын туыстың арасында қатынас сақтап тұрған осындай алтын анаға неге шапалақ соқпайсыздар ағайындар? Ақжан, елдің арасын бөлетін қыз, елді біріктіретін қыз. Біз ойлаймын, Қарлығаш анамыз сияқты елді біріктіретін әдемі келін болсын. Келініміздің маңдайынан сүйіп, таңдайынан түкіріп қойыңыз. Ал, қошеметтеріңіз! Келін қайненен топырағында екеуі ұқсай ма? Ұқсайды деверсен ешкім біліп жатыр ма? Шынымен де ұқсайды. Құдай қаласа осы келін, тұңғыш келініңіз бе? Тұңғыш келініңіз сіздің аяғыңыз бен қолыңызды ыстық суға емес, қайнаған суға салыстырып тілейміз. Зато суымайды. Бақытты болсын, анамызға бір қол соғып қойсаңыздар болады, қымбатты ағайындар. Ендеше ортаға мен бүгінгі Қазақстан Республикасының ең сымбатты жігіті, жігіттер, достарыңызды жақсылап қарсы алыңыздар. Абылай, ұлдарыңыз қарсы алыңыздар. Рахмет. Әйелің жанымен тұрасың ба, атаушы? Байқадыңыздар ма? Абылайдың жүзі өзгеріп кеткен ғой. Как будто шудың әкімі сияқты. Абылай, сен бақытты азамат. Неге десең, ақ гүліңді тұрсын төскен қадама, осы гүлді өмір бақи иіске, осы гүлден басқа гүлге тиіспе. Не трогай. Түсіндің бе? Ер жігітпен үйлену парыз. Үйленсең дейді, ағайын туысыңды жинап, мен үйлендім деп жар сал дейді. Содан қазақтың әні шыққан жар. Өзің жалғыз шақ беріп, құшағыңды аш, Алатаудай қылыш. Это Қаратау, Алатау мүші. Мен үйлендім деп жарсаш. Мен үйлендім. Сауап болғандағы күлетін сауап емес, Алланың парызын, пайғамбардың сүннетін орындап жатқан үлкен сауапқа келген. Баяғыда оқыған намазының жартысы қалды болады. Енді бүгіннен бастап толық қалды. Құтты болсын дейміз келеді. Абылайға бір болса қойыңыздар. Рахмет. Ендеше жастарға біз шығарып салайық қайтадан. Қазір арнайы уақыт кіргізетін болады. Сіздердің дудамай қошеметтеріңіз